Бүгін, короче, мына жақта этаждан да үй бар еді, короче. Ыстық су жүргіземіз еді, сол жаққа. Труба төбеден алып келіп, төмен қарай өткізіп, ыстық суға счетчик ұрып кету керек қой, короче. Сосын мен айтам, короче, келдім, и ана адамдарға айтам. Мынау Аристон ғой, бұрын ыстық су болмаған ғой. Мынау ыстық судың баратын гофрасы ғой, гибкий шланг. Мына счетчикті мына жерден кес та трубаны, бәрібір кесейін деп тұрсың ғой сен. Осы жерден кес та былай қарай шығарып пештеймін ғой араға. Чтобы мынаны гибкий шлангмен жалғай салатын қылып ше. Ана гибкий шешіп, мынаның басына жалғай салатын қылып істеп пеш деген ғой. Я деп, сөйтсем, ана жақта отырмын мен жұмысым бітсін деп. Біткеннен кейін келсем, араға алып қойыпты. Төменге қарап тұрмын. Істеп жүрген қазақтар. Мен оған қазақша айттым, мен счетчик мына жерге бүйтіп шығарып пеш, горизонтальный гибкиймен жалғай салайын деп. Енді мынау не тірлік мынау. Мен айтып тұрмын оған, мынаны қосып бере қойшы бүйтіп шығара салшы, өзім ақ қосып аламын гибкийді десем. Я деп еді, енді келіп мынандай қылып істеп кетті. Маған айтады, сенің мұздай суың трубасы бүйтіп вертикальный тұр дейді. Біздікі бүйтіп төбеден келіп тұр дейді. Сол үшін біздікі бүйтіп төмен қарап тұру керек дейді. Анау былай шығып тұрғаннан кейін счетчик былай тұр дейді маған. Енді мына счетчикті сөйтіп қоюға болады ғой десем, болмайды дейді жаңағы. Мен лох қылып тұр ғой, короче. Айтсам түсінбейді. Не тірлік мынау? Ана труба счетчиктің өзі қисық тұр былай қарай.